Армысың алталашым, қасиетті қазақ халқым, Асқар Арғын Баһадүр. Бүгін 27 шілде 2023 жыл. Мен Астана қаласына келіп тұрмын. Қазақстанның Республикасы Әділетсіздік министрлігі деп тұрмын. Соған Алға Қазақстан партиясының бүгінгі 17-ші масқара тіркеуге рәсіміне төлқұжат тапсырамыз тағы. Көрдіңіздер ме, қандай сұмдық болып жатыр? Тоқаевтың жаңа Қазақстан. Ешқандай жаңа Қазақстан жоқ. Сол баяғы жыртас бір жатас, қазір мұнда кіретін боламыз. Есік тесігі бәрі жабық тұр. Оңбағанның. Мына жерден кіруші едік, мына жерде жабық тұр. Бұл нағыл не істеп жүрген? Мына есікте жабық тұр. Қазір көрейік, мынау немене? Рұқсаттама беру істейді. Мына жаққа кетіп қалыпты ғой. Алға Қазақстан! Қалайсыңдар? Алға Ой, сәлем, сатыға сені көредік, барекам байжарын. Несі кетіп қалып жүр? Жақсан кезіміз алмастан ба? Ой, шапқылар жүріп қой, мен ан жақтан, мын жақтан, ан жақтан. Жарайды, тікелей эфирдесіңдер бәрі. Мен алға шулатып жатырмын, кіреберіс қайда, Тоқаев қайда, есік қайда? Оның үшін сипатысы келасың. Тағымдер бар. Сәлем қалдырым қалай? Иә, Асқар Арғын мен. Қымбаттар, сәлем. Қалдырым қалай? Иә, тікелей эфирдесіңдер. Ау жеке бірдеңе деп айтып қой. Алға Қазақстан, Марат Жыланбаевқа бостандық. Иә. Біздің ол мақтанышымыз. Шындық айтқан үшін түрмеде отыр ол. Допустим, ол дұрыс емес. Қазақ халқы қолдау керек. Ол біздің мақтанышымыз Марат Жыланбаев. Талап ету керек. Биліктен босатсын. Марат Жыланбаевтың жазығы жоқ. Шындық айту ол қылмыс емес. Алға Қазақстан. Дұрыс. Алға Қазақстан. Міне. Марат Жыланбаев білесіздер, нақақтың осылай өтірік жаламен өзіміз бәріміз отырып шыққанбыз ол жаламен. Сол жаламен қайттан қамалып жатыр, міне қазақ халқы. Сіздер жатсаңыздар үндемей. Үндемеуге болмайды қазір. Қазір үндемесеңіз, мынау үйдей пәледен құтылады деп еді қазақ. Міне үйдей пәлеге тұтылды. Үндемей міне. Әділетсіздік алаңына тағы келіп тұрмыз міне. Мен анау күні осы жерде болдым, Марат бардың. Осы жерде бәріміз қандай тамаша болып едік. Тоқаев шетімізден құртып жатыр бізді. Міне. Сондықтан да бірігу керек бізге, айналайын қазақ халқы. Жүре бермеңіздер. Мен шапқылап анау Алматыдан келдім, мен 2 ай сол жақта болдым. Көпе-көрден көзімше атып соттап жіберді. Айгерім Теужанды 4 жылға, балаларды 8 жылда. Әрбіреудің күні сондай болады, айналайындар. Ояныңыздар. Ұлтшылдарын сыйламаған, қолдамаған халық құрдымға кетеді дейді. Сондай дана сөз бар қазақ халқында. Сондықтан да айналайын қазақ халқы ояныңыздар. Мен бәрін тастап, мен мына жерге келіп тұрмын. Алдында 1000 километр ан жақта болдым. Сол Айгерімде қолдап. Мен мына әділдік алаңы міне. Мына әділдік алаңы болу керек кәдімгідей. Қазір тағы балалар жиналады. Мен тағы эфир түсіретін боламын. Көңілім керемет толқулы, бүкіл өзімнің белсенділерімді көріп керемет болып отырмын шынымды айтайын.
тек қана алға Қазақстан, ояныңыздар, атқа қоныңыздар.